оқушылар, бүгінгі сабағымыз геометрияға байланысты. Как раз бізде геометрияға дайындық керек. Соған байланысты болмақшы. Қазір негізгі формулаларды еске түсіріп өтеміз. Содан кейін мына екі есепті шығарамыз. Енді кез келген геометрияда бізде кез келген призманың көлемінің формуласы, негізгі формуласы S табан көбейтілген H, яғни табанын биіктікке көбейтеміз. V тең A куб немесе V тең ABC деген формулалар түгелі осы формуладан шыққан. Енді біз кез келген призманы, үшбұрышты призманы үш пирамидаға бөле алғандықтан, пирамиданың көлемі 3-тен 1 SH болады. Пирамида конус деген кездерде естеріңізде болсын, 3-тен 1 қосылады. Мына жерде призма ғана емес, мынау тіпті бізде кейін цилиндр, яғни призма мен цилиндрларды осы ұқсатуға болады. Мынау конус, пирамидаларды осы 3-тен 1 деген ұмытып кетпеңіз. Мынау 3-тен 1 SH бұл енді қиық. Қиық пирамида немесе қиық конус. Енді S деген табанның аудандарына екі табаны болады ғой. Соған байланысты. Одан біз тағы бір айтатын, ұқсас денелердің көлемдері олардың сызықтық өлшемдердің кубтарына пропорционал, яғни біз есептер шығарған кезде кейде ұқсас үшбұрыштар, ұқсас төртбұрыштар, яғни ұқсас денелердің қасиеті ол сәйкес қабырғалардың қатынастары тең, сәйкес қабырғалардың қатынасының квадраты олардың аудандарының қатынасы тең, ал сәйкес қабырғаларының қатынасының кубы олардың көлемдерінің қатынасы. Міне осы қасиетті ұмытпайық, бұны көп есептер шығарған кезде қолданамыз. Енді жаңағы призмаға мынау болатын болса, мына призманың табаны пи квадратты шеңбер ғой, H тура мынадан шығып тұрған. Мынау да дәл солдай 3-тен 1 тұр. S деген пи квадрат H. Мынау пирамида конусқа арналған. Мынау цилиндр, мынау конус, мынау қиық конусқа арналған. Сосын білеміз, мынау бізде арнайы шардың көлемі 3-тен 4 пи куб. Көлем дегеннің кубпен өлшенеді, сонымен жаттауға болады ма, куб. 3-тен 4 балалар кейде 4-тен 3 деп шатастырып алады. Енді мынау шардың сегментінің формуласы, мынау енді шар сектор. Сегмент деген білесіздер ғой, мынау шар болса, мынау сегмент. Ал егер астымен бірге болатын болса, олай бұл сектор деген сөз. Тағы осыларды еске түсіріп алсаңыздар, енді мына екі есепті шығарайық. Екеуі де кішкене күрделілігі жоғары, қатты жоғары емес. Дұрыс төртбұрышты пирамидаға осындай көлемі осындай болатын іште шар сызылған. Пирамиданың биіктігі алды, пирамиданың көлемін анықтаңдар. Енді пирамиданы сызып көрейік. Ар жағы көрінбейтін пирамида, міне. Табаны квадрат, допустим, мына жерде оның несі тұр делік. Төбесі. Так, мен сызбамен осылай қисық. Мына пирамида осыған іштей шар сызылған. Яғни осының ішінде бүйтіп жанаған бір шар тұр. Осы шардың көлемі берілген, сосын пирамиданың биіктігі берілген. Енді пирамиданың биіктігін басқа бір қызыл несі биіктік бар. Мынау жерге барып тұрады, осы биіктік бізде 6-ға тең екенін. Пирамиданың көлемін анықтаңдар. Енді ең бірінші пирамиданың көлемінен бастаймыз. Балалар әрқашан классикадан негізінен бар. 3-тен 1 S көбейтілген H. S табаны, H-тан проблема жоқ қой бізде, биіктігі берілген пирамиданың. Яғни H уже шешілді, мынау жоқ. Бізде проблема табаны. Табаны қарайық, табаның ауданы квадрат. Табаның ауданы, табаны бізде дұрыс төртбұрышты болғанның табаны бізде квадрат. Квадраттың ауданын табу үшін мына бір қырын тапсақ жеткілікті. Допустим, бір қырын тапсам болды. Осы қырын А деп қойып, осы тапсам бел. Уже есеп шықты деп айтамыз. Енді мына қырын қалай табамыз? Қырын қалай табамыз, ол үшін балаларына дәл пирамиданың осьтік. Пирамиданың тура ортасынан бет қимасын қарап көрекіне зерттеп көрсек. Бұлай тұрған. Ол недір? Ол мынандай үшбұрыш. Мына биіктік бізде 6 екені берілген. Бізге мынаны тапсақ болды ғой. Да деген осы емес, мынау осы мынауға. Енді бізде қосымша мынау шар берілген. Давайте шардың көлемін
шар ғой. Шардың көлемін бағана айттық 3-тен 4 пи r куб деп. Осыны мынаған теңестірейік 32 пи 3 осыған тең. Екі жағын пи'ні алып тастаймын, екі жақтан 3'ті алып тастаймын. 32'ні 4-ке бөлсем бұл жерде 8 қалады. Сонымен r куб тең 8, бұдан r тең, яғни шардың радиусы мынаның радиусы 2-ке тең. Енді шардың центрі мына жерде тұрса, радиус қалай барады деген. Радиус мына жерге барады, білеміз ғой бізде. Жанама ғой, жанама мен радиус әрқашан тік болады. Мына жерге салатын болсақ, шардың центрі мына жерде тұр. Радиус бізде 2 болып тұр, яғни мынадан мынаған дейін де радиус ол 2, мынадан мынаған дейін де ол 2 болып тұр. Сонда мына общий ұзындық 6 болатын болса, общий ұзындық мына бір жер 4 болатын белгілі уже. Солай емес пе? 6 жерін алып тастайсыздар, кедергісіз үшін 6 жақ. Бізге мынаны табу керек. Енді мынаны табу үшін балалар мен мына бір жерін тапсам, жарысты 2-ге бөлсем болды емес пе? Мына жерде 2 үшбұрыш бар мынаны. А, Б, мына жерде С деймін, мынау О бола берсін мына жер. Мынаны Д дейік. Мына бір бұрышты альфа десем, мына кішкентай үшбұрыш пен үлкен үшбұрыш, мына үшбұрыш екеуі де ұқсас. Жазған кезде былай болады. Кішкентай үшбұрышымыз А, Д, О үшбұрышы мен А, С, Б үшбұрышы ұқсас. Неге ұқсас? Өйткені екеуінде де бұрыш тік, Д бұрышы тік мұнда, мына жерде С бұрыш тік. И альфа бұрышы екеуінің ортақ, яғни үшбұрыштар. Үшбұрышы да тең өздері, значит олар ұқсас. Ұқсас фигуралардың сәйкес қабырғалардың қатынасы тең. Бізге мынаны табу керек. С-ны пока А бөлінген 2 деп алайық. А болса дұрыс қой, А бөлінген 2 қояды. Сонда кішкентай үлкен үшбұрыштың 2 қабырғасын алайық. Көрдіңіздер ме? Үлкен үшбұрыштың мына 2 қабырғасы отыр. А бөлінген 2, мына жағы 6. Яғни мына үлкен үшбұрыш, мына үлкенге сәйкесін айтып отыр. А бөлінген 2-ні катет 6-ға бөлдім. А ол тең болу керек. Енді кішкентай үшбұрыштың А бөлінген 2 деген альфаға қарсы жатқан катет қой. Альфаға қарсы жатқан катет ол 2-ге тең. Яғни 2-нің енді 6 деген ол үлкен үшбұрыштың үлкен катеті ғой. Мына жерде үлкен үшбұрыштың мына катеті белгісіз болып тұр, бірақ мына жерде таба аламыз ғой біз. А-ды тең түп арасында Пифагормен 16 4-тің квадраты минус 2-нің квадраты ол 4. Түп арасында 12 егер шатаспасам. Түп арасында 12. Дұрыс қой да? 4 алынған 16 алынған 4 12 дұрыс. Осы жерден А-ны тауып алайық енді. Мына екеуін көбейтем. А тең, мына екеуін көбейттім. 12. 12 түп арасы келсем, ол түп арасында 12. И 12 көбейтем. 2 түп арасында 12 шығады екен. А-мыз бұл. Яғни А-мыз табылды. Бағана сол проблем болған. Табанның ауданы ол А квадрат, яғни 4 жердегі 12 40 48 ба? 48. Значит, пирамиданың көлемі 3-тен 1 көбейту 48 көбейтілген ашым бізде 6. Қысқартып жүрейік, сөйтіп 96 болады жауап. Түсінікті? Бірінші есепті түсінікті деп ойлаймын, өздерің шығарыңдар. Енді екінші есепке барайық. Табаны бір катет 15, гипотенуза тік бұрыш болатын тік призма. Так. Тік призма. Табаны, мына өже бұрыш тік болсын делік. Табаны. Бір катет 15, яғни гипотенуза 17, мына 15. Енді мына автоматически таба аламыз. Осындай болатын бізде. Мен сызбама. Осындай болып тұрып алар пока. Так. Міне осындай тік призма. Осыған іште шар сызылған екен. Мынаның ішінде бүйтіп, енді жанайтын, былай бүйтіп тұрған енді шар бар деп ойландар. Енді менде кішкене сопақтау болып кетті, бірақ осылай ойландар. Призманың көлемін анықтау керек дейді. Призманың көлемі неден басталады? Призманың көлемі S көбейтілген H-тан басталады. S табан көбейтілген H. Бізде табанның ауданынан проблема жоқ, өйткені мына жерді табасақ, Пифагормен мына не болады? Бұның ұзындығы, мына X деп білдесек, X тең 17-нің квадратынан алып тастаймын 15-нің квадратын. 17-15-нің квадратынан 17-тен 15 тапсам 2, 17-тен 15 тапсам
32 ма? А квадрат минус Б квадрат минус 8. Яғни мына жер 8 екен. Сөйтіп табанның ауданы 2-нен тікбұрыш үшбұрышқа өтіп. 2-нен 1 алу ғой. 2-нен 1. 8 көбейту 15. 4 жүрдегі 15-ім. 60. Табанның ауданы шешілді мынау. Енді келесі нәрсе H. Міне мынау бізде биіктігі. Ал H дегеніміз, былай қарасаңыз мына жерден шар жүріп тұр, мына жақта жан осы бізде 2, былай шыққанда ортадан диаметр ғой балалар, түсіндір. Диаметр ол бізде H-қа тең. Ал немесе диаметр ол 2 радиус, яғни радиус тапсақ болды ғой. Да? Болды. Енді үстінен қарап көрейік. Мына суреттің үстінен қарасақ не қылады? Қандай сурет көріп тұрмыз? Үстінен қарасақ бұландай сурет көріп тұрмыз. Бүйтіп тұрған мына жер 8, мына жер 15, мына жер 17 болады. Ішінде шар сызылған жаңа бүйтіп тұрған шар. Жанайды. Енді мына диаметр дегеніміз, ол бұлайынан диаметр болса да, ол бұлайынан да диаметр ғой. Яғни біз мына шардың диаметрін тапсақ болды ғой. Қараңыздаршы, шар тұр. Бұлай емес пе? Мен осының диаметр, шардың диаметрі бұлай қарадым, немесе бұлай қарадым, бұлай қарадым, бәрі центрден өтсе, ол уже диаметр. Сондықтан мен үстінен қараған кездегі диаметрін тапсам болды, немесе радиусын тапсам. Енді бізде екі формула бар болар. R тең ABC бөлінген 4S деген бар, сосын R тең 2S бөлінген периметр. Мына екеуін қалайдан қолданамыз? Мынаны балалар біз егер үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер, сондықтан мына радиус үлкен қылып берілемін. Осының радиусы табу керек болса, мына формуланы қолданамыз. А мынау сәйкесінше үшбұрышқа іштей шеңбер сызса, осының радиусы табу үшін мынаны қолданамыз. Бізде іштей тұр, соның радиусы қолданамыз. R тең 2S бөлінген периметр. 2 бағана S. Енді S-ті қайттан табасақ, 2-ден 1. Бағана тауып кеттік 60 қылмай жерден. 60 деп жазсаң, 2, 60 бөлінген периметр. 15, 32, 40 ба? 32, 40, я. 0-ден 6 тастайын. Сосын мен 2 алды. И 6-ны 2 бөлсем 3. Радиус 3 екен. Значит, диаметр 3-2 мол 6-ға тең. Ал ол H-қа тең. Все. Сонымен енді HV тең 60 көбейтілген 6, 360 деп жауабымыз осылай болады. Рахмет, сабаққа осыны ұғып алыңдар.